жетім бұзауда қалай өсіреміз, қалай бағып жатыр көріңіздер. Мына үлкен бұзаулар. Мыналар кішкене өскен бұзаулар, бұлар порошок ішеді. Майлы сүт араласқан порошок ішіп жатыр. Енді мына жерде біз дейтін ойлап тапқан дүниеміз. Мындайтын сасық ішетін бұзаулар. Келе қойыңдар. Мындайт келеді. Қараң көп тұр. Үстіне шақырып аламыз. Үлкен бұзаулар ішеді. Өздері кіреді. Тас жауа қоямыз. Сасық нағын береміз. Төрт ішеді. Үйретілгенде осы 2 күн болған бар құш. Бірден үйреніп отыр. Бізді. Кішкентай зор келіп отыр. Ана жерде шөбі, жем, мына ішінде витаминдер бар. Тартылған жемге витамин араластырып береміз. Ішімі сондай. Майлы сүт. Күнге таңертең 3 литр, кешке 2 литрдай емеді. Осылай. Жетім бұзаулар өсіп жатыр. Қалай? Комментар жазыңыздар. Тағы қызықты ақпарат білгілеріңіз келсе, каналға тіркеліп қойыңдар. Инстаграмға, тиктокқа бұйырса салып отырамын. Ана жерде кішкентай бұзау үйреніп жүр енді. Кашок бүгін аша қоямыз. Жарсы қамал болмау. Сондай. Кішкентай бұзауларға төменнен болады, жоғарыдан болады. 2 вариантта жасалған. Бұны жасаған өзіміздің жерлесіміз ауылда Бекболат деген ағам жасап берді. Соған осы жасап көрсетемін. Кімге осындай жасау керек, кімге осындай керек, айтыңыздар, номерін берем. Жасатуға болады, жетім бұзау асырайын десеңіздер. Мықты идеалды нәрсе. Емет 15 теңге шығып кетеді болды. Кел. Кел амын өткізгеніміз. Кішкентай бұзау. Аш болса кем зорды итleri салыз. Айт шығып кетеді. Кш. Өзі жатады ар жағына ойнайды. Сондай қора, сондай мындай інің болса көмектесіп жүретін қасында. Керемет болады. Аты жалғызыңға қиын болады. Тиктокқа салам берсе. Жем сүтін беріп отырады осыған. Жоғы жағдай салған жақсы. Енді бір бас өлді, былай дейді. Өлім болатын. Оқсамай басы. Күжі шықты. Отыр жаңа сасы олмайды. Көрейді. Бұл ана кішкентай енді. Бұл да осындай. Қалай? Мына отсы тіркеліңдер. Инстаграмға, тиктокқа салып отырам. Сұрақтар болса қойыңдар.